Сәлеметсіздер, мен сіздермен бірге Казкенова Мадина Дәуреновна, Ыбырай Алтынсарин атындағы Рудн әлеуметтік-гуманитарлық колледжінің бастауыш білім беру мамандығының 4-ші курс студенті. Қазір мен сіздерге көркем еңбек пәні бойынша жұмыс кезіндегі қауіпсіздік ережелерін айтатын боламын. Бізде алдымен қол инесімен жұмысына байланысты қауіпсіздік ережелері. Үнемі арнаулы қобдишада сақталу керек. Инені киімге қыстыруға болмайды. Тігіс кезінде ине жібін тіспен үзуге болмайды. Инемен жұмыс кезінде оймақ киген дұрыс. Инені тістеп отыруға болмайды. Инемен ойнап отыруға болмайды. Инені пердеге, көйлекке қыстырып кетуге болмайды. Қайшымен жұмыс. Қайшыны арнаулы қобдишада сақтау керек, балалар. Қайшыны жолдасына үшкір ұшымен берме. Қайшыны ашық қалдыруға болмайды. Жолдасын қайшымен жұмыс істеп жатқан кезде көңілін бөлуге болмайды. Қайшының ұшын жоғары көтерме. Қайшылар өткір болу керек және жабық сақталғаны жөн. Тамаша, ендеше бізде келесі қайшы жақтағы тағы бірнеше қауіпсіздік ережелер. Қайшының ұшын жоғары ұстамаймыз. Қайшыны ашық түрде тастап та кетпейміз. Жұмыс кезінде сол қолының саусақтарына абай боламыз. Қайшы құлап кетпейтіндей үстелдің шет жағасына қоймаймыз. Және қайшыны сыныптасына берерде қайшының ұшын өзіне бағыттап бересіңдер. Жол-жөнекей қайшымен қолданбаймыз. Тамаша, балалар, өте жақсы. Балалар, осы көркем еңбек пәніндегі жұмысты тек қана мұғалімнің рұқсатымен бастаймыз. Және рұқсатсыз оқып жұмыс орнын тастап кетпейміз. Ал құрал-саймандарды тек қажет жағдайда ғана пайдаланамыз. Жұмыс орнын балалар таза ұстап, материалдар мен құралдарды тиімді жұмыс істейміз. Және жұмыс кезінде бөтен жаққа назар аудармаймыз. Басқа оқушылардың жұмысына кедергі жасамаймыз. Және жұмыс бітісімен материалдар мен құралдарды өз орындарына жиып қойып кетеміз, балалар. Ал енді біз желімен жұмысымызға көшейік. Бұл жерде бізде мындай қауіпсіздік ережелері бар. Желімен жұмыс жасау кезінде көзге тигізіп алма. Желімен жұмыс жасап болған соң қақпағын жабуды ұмытпа. Және жұмыс аяғында қолыңды жу. Жарайсыңдар, балалар. Осымен біздің қауіпсіздік ережелеріміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.